12 спорт түрі бар, 18 бапкер жұмыс істейді. Квалификация бойынша бізде 575 бала дайындалады. Бәрі спорт мектебі жағдай жасалған енді бәрі. Спорт кешені бәрі жылы, ішінде спорт элементтері бәрі жеті бәрі енді. Майкаин – это важный стратегический поселок. Есть четкая программа развития на комбинате. Численность работников растет. Это большая история династии, традиций. Есть рабочие места. Государство планирует инвестиции вкладывать, чтобы жители здесь оставались работать. На какой сезон вы рассчитываете? Круглогодично. Через удлинение сезона, предоставление услуг для отдыхающих всего года? Да. Бұл жыл 50 жылдан аса жалпы істелмеген. Жанатлек ауылында сондай үлкен мүмкіндік бар. Салауатты салт өмірін ескере отырып, барлықтарымызды қуантатын жайт. Бар мәселелерді ортаға салып, дұрыс шешу жолын тауып, сондай жағдайға келетін болайық. Амандасуға, сәлемдесуге, ауылымызды білуге келіп отырмыз. Халықтың талабы көмір бағасының тоннасын тіптен 2000-ға дейін түсірсе де. Биыл 1000 тонна тегін осы Майкөбелдес осал әлеуметтік топтарға арналған ауыл тұрғындарына жеке көмір мәселесін шешіп отыр. Біз өзімізді туристік аймақ деп санаймыз. Туристік аймақ бола тұра 5 жұлдызды отеліңіз бар ма? Бірнеше инвесторлар келді. Олар өз талары бар. Жыл бойы істейтін қонақ үйлерді іске қосамыз деп, қажетті қаражат бөлеміз деп, өз қаражатына пікір енгізді. Біз оны жұмысқа алуға дайын. Мен тұратын көшеде жол келген жоқ. Мен сізді өзіңізді жиналыс біткеннен кейін өзім тұратын Жүсіпбек Аймауытов көшесі осы Баянауылда. Іс сапармен барып, осы жылдың аяғына дейін сметалық жобалық смета жасаймыз. Қаржы қарастырылған 11 көшеге.